Біздің ең үлкен әрі ақылды мүшеміз. Ол бізді шаңнан, микробтан қорғайды, тыныс алады, жылуды реттейді және дүниені сезінуге көмектеседі. Қышыма, теміреткі, саңырауқұлақ, дөңгелек қабыршақ, қышыну, сүлгімен үй жануарынан жұғады. Аллергиялық дерматит пен экзема сабынға, тозаңға жауап. Деріге, теріміздің күйіне не әсер етеді? Біріншіден, гигиенаны сақтамау. Лас қолмен бетке тисеңіз, безеу шығады. Екіншіден, бактерия, вирус немесе саңырауқұлақ жұққанда тері қабынады. Тері ауруларынан сақтанудың қарапайым амалдары бар. Балаларға қолды жиі жуу, ал ересектерге душтан кейін теріні құрғатып сүрт. Түрлі түсті көкөніс жеу бәріне пайдалы. Аллергиялық тері ауруы осылай басталады. Аллерген теріге түсіп, иммундық жасушалар гистамин бөледі. Нәтижесінде қызару, қышу пайда болады. Мұндай реакцияны әртүрлі заттар тудыруы мүмкін. Тері ауруларының алдын алу 5 қарапайым әдеттен басталады. Жеке гигиена, қолды сабындап жуу, дұрыс тамақтану, көкөніс, балық, дәнді дақылдар. Бала терісіндегі жиі кездесетін мәселелердің үшеуін бірге түсінейік. Жөргек дерматиті ылғалмен үйкелістен. Жаялықты жиі ауыстырып, иісіз крем. Тері ауруын болдырмау өзіңді қорғаудың ең оңай жолы. Тазалық, ылғалдандыру, күннен қорғану, кішкентай әдет, үлкен нәтиже.